Herkese ұстаздар қауымына және мына бір кешендерге бүгінгі мына арнайы бүгін іс-шараға шақырып отырсыздар болғаныңызға рахметімді айта отырып, бүгін өздеріңіз білесіздер 7 мамыр отан қорғаушылар күні, яғни 1992 жылы 7 мамыр күні осы отан қорғаушылар күнінің қаулысын президентіміз шығарған болатын. Содан бері қазір Қазақстан елінде мемлекетімізде осы отан қорғаушылар күнін атап өткен жайы бар. Биыл 31 жылдық мереке. Сонымен қатар мынау алдымызда кеткен 9 мамыр ұлы отан соғыстағы ұлы жеңістің 78 жылдық мерекесімен сіздерді шын жүректен өзімнің атынан және Жетісай аудандық ауған соғысының ардагерлері мен мүгедектер кеңесінің атынан шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Барлықтарыңызға тек қана осы мерекеде жақсы күніміз көп болсын, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын, әрқашанда мынау кішкентай бүлдіршіндеріміз үлкен азамат, азаматша болып, осы тәуелсіз еліміздің жақсы азаматшасы болып өсуіне мен тілек білдіремін. Рахмет назарыңызға. Мереке құтты болсын.